Жалпы көшпелілік деген кезде көптеген оқушылар малдың артынан ілесіп, көшіп жүре береді деген ой қалыптасады. Шын мәнінде олай емес. Көшпелілік малды аман сақтап қалу үшін табиғаттың, климаттың қатаңдығына қарамастан бір жерден екінші жерге қарай қоныс аударып көшіп отыруы. Жалпы пайда болу себептері бұл құрғақшылықтың пайда болуы, жауын шашынның аз болуы, соған байланысты шөптің аз шығуы, малды аман сақтап қалу үшін шөбі шұрайлы жерлерге қоныстануға көшуге тура келді. Сонымен қатар тайпалар бір жерде тұрақты отыра алмайды, себебі ол жердің табиғаты ыстық, шөбі аз болғаннан кейін басқа қонысты іздеуге тура келді. Көшпелілер осы тебінді жайылымға бейім жылқы мен қойды көп өсірді. Бәріміз де білеміз, тебін жайылым дегеніміз қыста қардың астындағы шөпті тұяқтарымен аршып жеуі. Бұл бізде жылқы мен қой осыған өте бейім болып табылады. Сонымен қатар көшпелілер маусымды көшуді меңгерді. Маусымды көш бұл 4 мезгілге бөлінеді. Қыста қыстауға, одан кейін көктемде көктеуге, жазда жайлауға, күзде күзеуге. Бұл маусымдық жайылым бойынша көшпелілер жыл 12 айы бойы көшіп жүрді. Сонымен қатар біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың ортасына қарай арбаға қос тігіп көшу жүзеге асырылды. Сонымен қатар киіз үй, үзеңгі, ер-тоқым пайда болып, яғни көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуына алып келді. Яғни жылқыны қолға үйретті, осы үзеңгіні, ер-тоқымды пайдаланды. Сөйтіп алыс аймақтарға жылқының үстінде отырып, малдарды бір екінші жерге қарай көшіру өте ыңғайлы болды. Бұл бізде көшпеліліктің пайда болу себептері. Жалпы біздің орталық Азия жерінде, ұлы дала аймағында алғаш осы энеолит дәуірінде ботайлықтар мекендеген болса, қола дәуірінде андрондық, мәдени, тарихи қауым өмір сүрген болатын. Ал ерте темір дәуірінде андрон тайпаларының орнына сақ, скиф, мәдени, тарихи қауымы келді. Немесе біздер одан кейін сақ немесе сақ сармат кезеңі деп атаймыз. Себебі скиф тайпалары бұл Қара теңізді маңын мекендеген болса, сақтар бұл Қазақстан мен Орталық Азия жерін мекендеді, ал сарматтар Батыс Қазақстан жерін мекендеген болатын. Сақтар біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта Орталық Азия мен Қазақстан жері мекендеген тайпалардың жинақтаушы атауы. Сақтар туралы бізге ежелгі парсы деректері, сонымен қатар грек рим деректері және көне қытайлық жылнамалар бізге береді. Сақтар туралы ең маңызды, ең бірінші, ең алғашқы дерек бұл ежелгі парсы жазбалары. Соның ішінде бірінші Дарийдің Бехисту жазбасына жасап қалдырған жазбалары. Бұл деректе Дарий өз империясының солтүстігінде орналасқан мемлекетті соғдылықтардың сыртындағы сақтар деп атаған екен. Соғдылар бәрімізді білеміз, Әмудария мен Сырдария өзенінің аралығында мекендеген, ал оның солтүстігінде сақтар мекендеген екен. Одан кейін бізде Геродот, Страбон, үлкен Плиний, Птолемей, Марцелин бұл грек рим деректерін бойынша айтылады. Көне қытайлық жылнамаларға Чжан Цзян, Сыма Цзян еңбектері кіреді. Бұл көбінесе ежелгі үйсіндер, қаңлылар туралы маңызды ақпараттар береді. Сақ тайпаларының орналасуы. Жалпы сақ тайпалары айттық, Қазақстан бойынша, Орталық Азия бойынша көп аймақтарға таралды. Бірінші бізде Пара-Дарая сақтары, теңіздің арғы жағында тұратын сақтар дейді. Тиграхаудалар, шошақ бөрік киіп жүретін сақтар. Хаома-Варга сақтары, Хаома сусынын дайындайтын сақтар. Пара-Дарая сақтары Сырдарияның төменгі ағысы мен оңтүстік Қазақстан аймағында мекендеген. Тиграхаудалар Сырдарияның орта ағысы мен Жетісу жері мекендеген. Ал Хаома-Варга сақтары Пара-Дараяның оңтүстігінде немесе Жетісу мен Орта Азия жері мекендеген. Исседондар бұл орталық Қазақстан аумағын мекендеген. Аргипилер солтүстік батыс Қазақстан аумағын мекендеген. Аримасплар солтүстік шығыс Қазақстан аумағын мекендеген. Дахтар мен массагеттер
Сырдарияның төменгі ағысы Арал маңын мекендеген екен. Енді біз осы аталған сақ тайпаларын карта бойынша іздеп көрейік. Мына карта бойынша қарап отырсаңыздар, бірінші бізде міне Парадарая сақтары. Бұлар мана біз айттық, Сырдария өзенінің төменгі ағысы мен Арал бойында мекендеген оңтүстік Қазақстан деп айтқан болатынбыз. Тигра Хауда сақтары. Міне көріп отырмыз, Жетісу мен Қазақстанның орта, яғни Сырдарияның орта ағысында орналасқан. Оның оңтүстігінде Мұрғап жазирасында Хауа-Марга сақтары орналасқан. Аримаспылар бұл мына Қазақстанның солтүстік шығысында орналасқан. Аргипелер солтүстік батысында орналасқан. Савроматтар батыс қазақстанда орналасқан, бірақ савроматтар сақ тайпалық бірлестігіне кірмейді. Одан кейін бізде дайлар және бізде массагеттер Арал теңізінің маңы мен Сырдың төменгі ағысында орналасқан. Шығыс Қазақстан аймағында сақтардың майемер және шілікті мәдениеттері орналасты. Ал Жетісу жерінде Бесшатыр мен Есік обасы табылды. Ал солтүстік және орталық Қазақстан жерінде Тасмола немесе Мұртты обалар көбірек таралды. Мысалы, Тасмола мәдениеті бұл өте көп жиі сұрақтарда келеді. Бұны қалдырған тайпаның атын сұрайды. Исседон тайпалары қалдырды. Бұл мәдениеттің ерекшелігі адам мен жылқыны қатар жерлеген. Жалпы бұл мәдениеттің жерлеуінің 4 түрі бізде белгілі. Сосын бұлардың манағы айтып отырмыз, мына бізде үлкен оба, бұнда біздерде адам жерленсе, кіші обада жылқы жерленген екен. Мұна біздерде батыстан шығысқа қарай бұл доға, ер адамның мұртына ұқсайды, соған байланысты оны мұртты обалар деп атайды. Бұл әрқашан шығысты көрсетіп тұрады. Ерекшелігі батыстан шығысқа қарай бағытталады. Себебі күнге табынғанның бір белгісі ретінде мұртты обалар осылай салынған. Сарматтар. Мана біз айтқан болатынбыз, сарматтар кейде бұны савроматтар деп атайды. Савроматтар бұл сарматтардың арғы бабалары. Біз 8 ғасырда савроматтар атауы сарматтар атауына өзгертілді. Сақтар мен яғни жақын көшпелі тайпалар одағы. Жер аумағы батыс Қазақстан немесе Еділ мен Жайықтың аралығы. Ерекшелігі жерлеу қорғандарын тұрғызған, обалардың сыртынан және ақинақтар жасаған бұл манағы соғыс қарулары, қылыш, семсер дейміз, және өнердегі аң стилі. Яғни жабайы аңдардың суреттерін салу өнері кең тараған. Жалпы сарматтардың ең басты атқарған қызметі ол жерорта Қара теңіздің маңындағы скиф тайпалары мен Қазақстан жеріндегі сақ тайпаларын екеуін өзара байланыстырған тайпа деген сұрақ болатын болса, біз сармат тайпаларын белгілеп жібереміз. Келесі слайдына назар аударайық. Сақтардың әлеуметтік ұйымы. Ең жоғары билеушісі бізде патша көсемдер. Патша көсемдер әскери қолбасшылар болды, дипломатиялық келіссөздер жүргізді. Одан кейін орында әскери тайпалық ақсүйектер орналасты. Оның құрамына көсемдер мен ақсақалдар кірген болатын. Олардың атқарған қызметі күнделікті өмірде билік жүргізіп, соғыс кезінде тайпаластарының әскерін басқарды. Одан кейін абыздар. Бұл діни салт дәстүрді, жоралғыларды жүргізушілер. Жауынгерлер бұл әскери іспен айналысты. Малшылар мен егіншілер мал өсірді, егіншілікпен айналысты.